Саламатсыздар ма? Авиация колледжінің арнайы пәндері оқытушысымын. Бүгін біз электроника негіздері және сандық микропроцессорлы техникалар пәні бойынша жартылай өткізгіш диодтар, яғни зендірлік диодтар туралы қарастыратын боламыз. Сабағымыздың мақсаты білім алушыларға жартылай өткізгіш стаблетрондардың жұмыс принципін, сұлбаға қосылуы және негізгі параметрлерін түсіндіру болып табылады. Жартылай өткізгішті стаблетрондар дегеніміз электр кернеуін тұрақтандыруға арналған құрылғы. Яғни электрлік пробой негізінде режимінде жұмыс жасайтын құрылғы. Шартты белгіленуі қарапайым диодтың шартты белгіленуіне ұқсайды, бірақ катод жағында анодқа қарай көлденең бір сызық сызылады екен. Осы стаблетронды диодтар кернеу тұрақтандыруға арналған дедік. Астыңғы жағында осы стаблетронды диодтардың корпусы көрсетілген. Бұл қазіргі заманауи стаблетронды диодтардың корпусы. Бұдан да басқа әртүрлі корпустар болады. Негізінен ең көп тараған корпусы осы болып табылады. Осы зендірлік диодтың негізгі параметрлеріне келетін болсақ, тұрақтандыру кернеуі деген бар. Сосын кейін минималды тұрақтандыру тоғы, максималды тұрақтандыру тоғы, максималды шашырату қуаты, негізгі параметрлер осылар. Мына жерде көрсетіліп тұр зендірлік диодтың сол жақ суретте. Зендірлік диодтың маркіленуі, яғни 9В1. Бұл дегеніміз 9,1 вольтқа тұрақтандыратын стаблетрондар екен. Яғни бұл жерде біз 8 вольт, 8,5, 9 вольт берсек, яғни бұл жерде ешқандай тұрақтандыру болмайды екен. Яғни біздің тұрақтандыруға беретін кернеуіміз 9,1 вольттан жоғары болу керек. Сол кезде бізге осы стаблетронды диод дәл 9,1 вольттық кернеуді мен қамтамасыз етеді екен. Біз 10 вольт берсек те, бірақ бізде стаблетронды диодтан 9,1 вольт кернеу алады екенбіз тұрақтандырылған. Оң жағында вольт амперлік сипаттамасы көрсетілген. Тікелей қосылу кезінде қарапайым диод сияқты жұмыс істейді. Ал кері қосылған кезде бізде электрлік пробой деген өткенде жартылай түзеткіш диодтарда біз қарастырдық қой. Электрлік пробой деп. Осы электрлік пробой дегеніміз біздің электрлік пробой кернеуі дегеніміз стаблетронды диодта, яғни тұрақтандыру кернеуі болып табылады екен. Жалпы бұл жерде максималды және минималды тұрақтандыру тоғы деген бар екен. Осы максималды және минималды тұрақтандыру тоғының ортасынан біз тұрақтандыру кернеуін алады екенбіз. Көріп отқандарыңыздай. Мұнда зендірлік диодтың қосылу схемасы дейді. Бұл жерде зендірлік диод көріп отырсыздар. Катодқа плюс берілген, анодқа минус берілген. Бірақ бұл жерде біз R1 резисторы. Бұл яғни тоқты шектеуші резистор болады. Осы тоқты шектеуші резисторды тізбектей қосамыз зендірлік диодқа. Бір жағынан бұл тоқты шектеуші элемент болып табылады, резистор болып табылады. А екінші жағынан бұл дегеніміз кернеуді бөлгіш, кернеу бөліш элемент ретінде қарастырылған. Және де осы зендірлік диодқа біз параллель жүктеме қосады екенбіз. Көріп отырсыздар. Бұл жерде жалпы тоқ түйінге келеді. Жалпы тоқтан тұрақтандыру тоғы менен жүктеменің тоғы болып
2-ге бөлінеді, яғни оны біліп отырсыздар. I тең I S-ті қосылған IN. Оны білесіздер. Киркофтың бірінші заңы. Қорытындыға келетін болсақ, бұл сұрақтарды бүгінгі өткен сабағымыздан қарастырып көрейік. Жартылай өткізгішті стаблитрон дегеніміз не? Өзіңізге қойып көріңіз, қандай не ұқтыңыз, не үйрендіңіз. Яғни, жартылай өткізгішті стаблитрон дегеніміз кернеуді тұрақтандыруға арналған схемаға кері қосылатын жартылай өткізгішті құрылғы. Келесі вольт-амперлік сипаттамасына келетін болсақ, бұл жерде көріп отырсыздар, тікелей қосылған кезде қарапайым диод сияқты жұмыс жасайды екен. Ал кері қосылған кезде бұл жерде тұрақтандыру кернеуіне дейін жеткенге дейін бұл жерде кері тоқтың мәні өте аз болады екен. Ал тұрақтандыру кернеуіне жеткен кезде, яғни пробойлық кернеуге жеткен кезде, тесілу кернеуіне жеткен кезде бізде осы тұрақтандыру кернеуінің басталатын кезіндегі біздегі тоқ бізде басталатын кезі бізде минималды тұрақтандыру тоғы болып саналады екен. Ал енді керісінше жаңағы ең шектік мәні, максималды тұрақтандыру тоғы болып табылады екен. Осы екеуінің ортасында, яғни осы екеуінің ортасында бізде тұрақтандыру кернеуін алады екенбіз. Келесі зендерлік диодтардың схемаға қосылуы дейді. Зендерлік диодтардың схемаға қосылуы, яғни кері қосылады бізде зендерлік диодтар схемаға. Кері дегеніміз плюске минус береміз, яғни анодқа минус береміз да, катодқа плюс береміз. Осылайша. Және де бұған тоқты шектеуші кедергілер қосамыз. Келесі зендерлік диодтың негізгі параметрлері дейді. Зендерлік диодтың негізгі параметрлеріне келетін болсақ, жаңа өттік. Тұрақтандыру кернеуі, минималды тұрақтандыру тоғы, максималды тұрақтандыру тоғы және осы стаблитронның қуатты